Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Гулиза. Видеоны толықтай қарап, арнама тіркеліп, пікір қалдырып, лайк басып кет. Осындай бір жасағаннан жұмсақ болып шығатын кекіс жасаймыз. Алдымен ыдысымызға 4 жұмыртқамызды салып аламыз. Одан кейін үстіне қантымызды салып, бөлме температурасында жұмсарып тұрған сары майымызды саламыз. Ұнымызды електен өткізіп алып, үстіне қосытқыш салып, екеуін жақсылап араластырып аламыз. Ұнымызды екіге бөліп салып, миксермен араластырып аламыз. Миксермен араластыру міндетті емес, кәдімгі венчикпен араластырсаңыздар да болады. Қалған ұнымызды салып, жақсылап тағы араластырып аламыз. Бізде осындай дайын болды, енді осыны формамызға салып аламыз. Мен осылай кондитерский мешокқа салып алдым. Формаларымызды алдын ала майлап, өстіп салып аламыз. Егер бұлай болмаса, кәдімгі қасықпен салсаңыздар да болады. Кекстарымызды 180 градуста 30-40 минутқа пісіріп аламыз. Кекстеріміз дайын, толықтай суытып барып, формасынан аламыз. Рецепт ұнаса жасап көріңіздер, көңілдеріңізден шығады деген ойдамын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, қолдап кетіңіздер.